Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде Ара подкастының кезекті эпизоды. Бүгін бізде қонақта Шырақ фильмінің композиторы Дастан. Сонымен қатар біздің жаңа осы жақында шыққан Solar Cats деген сериалдың пилот эпизодының композиторы. И болашақта бұйыртса тағы да болашақ проектілерде жұмыс істейтін боламыз. Дастан біздің Шабыт деген университеттің магистратурасын бітіріп жатыр. Магистр түлегі. Сол, рахмет шақырып жатқандарына. Қызықты әңгіме болады деп ойлаймын. Өз басым информативный мәліметтер болады деп ойлаймын. Дастан, мен біраз уже жұмыс істеп келе жатырмыз. Сондықтан уже Ара студиясының постоянный біздің партнеріміз секілді, біздің композиторымыз секілді болып кетті да. Және бізде келесі отырған Дони, Данияр Балтабай, Ара студиясының ең біріншіден character аниматор, яғни кейіпкер аниматоры, және сонымен қатар FX-тің супервайзері. Біздің Шырақ деген короткометражный фильмнің FX супервайзері болды, және осы Solar Cats-тың пилотный эпизодында ол FX-ті жетекшілік еткен. Және бізде келесі Миржан Сандыбай, бізде осы подкастта бірнеше рет болған, сіздер білесіздер. Шырақ фильмінің режиссері. Мен таныстырмай қойса болады шығар. Мен Чинаның қасындағы сүйемелдеуші көмекшісім ғой. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Аватар легенда об Аанге, The Last Airbender деген мультсериалдың тақырыбында, соның айналасында болады. Бұл, яғни көп адам білетін шығар ол сериалды, және қазіргі жаңа буын болмаса, біз бала кезімізде сол мультфильмді көріп өстік. Бір шедевры деп айтуға болады, анимацияның шедевры деп. Ол композиторлық жағынан да, FX жағынан да революция жасаған, анимация жағынан да өте мықты, история жағынан көп жерлерден өте күшті жасалған, өте сәтті шыққан жоба. Ерекше. Ондай болашақта бола ма, ол да белгісіз. Соған байланысты бүгін бізде композитор, FX аниматор және режиссер жиналды. Соны біз бүгін талқылайтын боламыз. Ондай болса бастайық. Бисмилlah. Бай, жалпы тақырыпты бастау үшін осы легенда об Аанге, Аватардан өздеріңізге ұнаған не нәрсе болды, содан бастайық. Сосын уже ары қарай өзіміздің саламыз бойынша детальге кіре берсек болады. Аватардың негізінде бала кезден көрген мультсериал болатын еді. Сол мультсериалда ең ұнайтыны жаңағы оның алдында ешқандай сумен шайқас, жермен, отпен, ауамен оның алдында ондай ұқсас бір мультсериалдар болған жоқ. Сол үшін маған жаңалық болды. То же самое Наруто сияқты. Екеулері де параллельно сол уақыттар жүрді ғой. Телевизорда болсын, интернеттің көріп жүргенде Аватар қатты ұнайтын еді. Өсе келе сосын тағы да көрген кезде уже философиялық жағынан Аватар өзі қандай, сол мультсериал қандай ұғым беріп жатыр бізге, қандай білім беріп жатыр, сол мультсериал арқылы түсіне бастағаннан кейін бір жаңа дем айтуға болады. Сол ең қызықтығы сол болды маған. Негізі сол уақытта Аватармен бірге, қателеспесем, JTX деген канал болды ғой, Николодионмен бірге. Сол JTX-та Witch деген мультфильм болатын. Қателеспесем. Тоже сондай ведьмалар туралы. Әртүрлі эффекттері бар. Фейлар туралы. Тоже олар әртүрлі жаңағы біреу су, біреу от, біреу ауа, біреу тағы бірдеңе басқарады. Бірақ енді салыстырмалы түрде қарайтын болсаң, Аанг жайлы аңыз енді шынымен жүректі ұстайды. Неге? Себебі ішіндегі оқиғалары, кейіпкерлері өте терең. Мысалы қарапайым жаңағы аңтың өзінен бастап, мына жақтағы оған қарсылас Зуконың жаңағы ішкі конфликттарын алғанда енді
күшті ойластырылған да. Сол себепті мен ойлаймын бұл жерде жаңа өзің айтпақшы сюжеттің де анимацияның да жаңағы эффектілердің де жаңағы режиссура драматургия тіпті жаңағы дыбыс эффектілердің өзі де күшті болып бір әдемі үйлесімділік тапқан да бір жобаның ішінде. Жаңағы музыкасы тіпті чего стоит да мысалы. Тіпті ана соңында бітірген кездегі титрдің өзіндегі музыка мысалы да арнайы жазылған да кәдімгідей. Сол жаңағы нені концептті сақтай отырып. Сол себепті ойлаймын бұл расымен де ғасырлық сериал деп бұған баға беруге болады да. Себебі расымен де білмеймін, мен шынымен өзім сол легенда об Аангидан бері ол сияқты жүректе бір андай ностальгия, жылу оятатын ондай сериалдар көрген жоқпын ше. Ол біздің өскенімізге де байланысты болуы мүмкін, яғни жоқ, мен мысалы өз басым легенда об Аангині қайта қарай бере аламын. Мен ойлаймын, мәселе ол неде емес шығар, жаста емес шығар. Кім біледі, бәлкім қазіргі жастардың өздерінің жаңағы нелер бар шығар, ондай да жобалары, которые шынымен де не істейтін, қалай деп айтады, жүрекке жылу, жаңағы ұялататын деген сияқты. Бірақ мысалы легенда об Аангинің күшті жері, оның ішінен кішкентай бала да, орта жастағы жас буын да, үлкен ересек адам да, қария да бірдеңе ала алады ше. Неге? Өйткені осы айтылған бүткіл жастағы кейіпкерлер оның ішінде бар да. И олардың әрқайсының конфликттары шынайы өмірмен байланыстырылған да. Сол себепті сондай ауқымды жоба болып шықты деп ойлаймын өз басым. Аватарды көргенде негізі бірнеше этап болады, соны түсінудің. Мен мысалы кішкентай кезде көрген кезде жалпы қызық та балаға ол мультфильм ретінде өте қызық, и көре бересің, яғни жалпы картина ретінде қарастырасың да. Бірақ сосын оны қайтадан қараған кезде біраз уақыттан кейін музыкасына көңіл аударасың. Музыкасы вау күшті екен деп қайтадан тыңдаған келеді. Сосын біраз уақыттан кейін қайтадан қарағанда кейіпкерлері күшті екен, күшті дамыған, детальдары күшті, эффект. Уже мен мысалы біз анимациямен айналыса бастадық. Анимациясына көңіл аударасың да, өте күшті эффекттері, анимациясы, режиссурасы, сценарийдің бір элементтеріне уже назар аударасың. Мысалы бұрын байқамаған нәрселер бар. Мысалы олар алғашқы серияларда болашақта болатын нәрсені алдын ала бір подсказка береді, форшадоу береді. Соны кейінірек байқай бастайсың. И жалпы сериалдың бүтіндігін байқай бастайсың да. Ол просто бара бермеген. Мысалы жаңа Наруто айтып отырдың, Наруто туралы. Ол күшті, бірақ ол өте ұзаққа жалғасып кетті да, и как-то бір кезде автор контрольді жоғалтып алатын сияқты да, көп серия болған кезде. Болмайтын бір нәрсе болып кетеді да ең соңында. Мынау қысқа және бір целостный бір бүтін шығарма секілді. Оның үстіне әр сериясында бір не бар ғой, андай құндылық бар да. Яғни бір арасында сериялар бар кішкене для не дейді ғой, для расслабона, андай қарап тек қана бір күліп көресің да болды. Кейбір сериялар бар расымен де ауыр. Мысалы жаңағы анау қателеспесем қай храмға, өзінің бұрынғы храмына қайтып келген кезде, мысалы бүткіл монах жаңағы Гиацоның өліп атқанын көрген кезде, мысалы ауыр тиеді ғой балаға. Ол сосын жаңағы конфликт өте күшті да. Ол өзі бала, өзінің сол ортасын өте жақсы көреді, бірақ тағдыр оны не істеді, мұзға түсіріп жіберді да, и 100 жыл өтіп кетті да ортада. Ойлаш, сен кеше ғана ұйықтап тұрған сияқты болдың да, бірақ 100 жыл өтіп кетті да. Сен танитын, саған қымбат болған адамдардың бәрі жоқ та уже. И оған сен кінәлісің. Өзің кінәлісің да, өзіңді кінәлайсың. То есть конфликт өте күшті да бұл жерде. И оны 3-ші серияда көрсеткенде сразу. Сондай бір ауыр ситуацияны. Мен жаңағы айтқым келіп жатқан зат, Джон Лестер деген Pixar'дың негізін қалаушылардың бірі айтады да. Біз енді Pixar 3D деген нәрсені дүниеге көпшілікке былай мәлім еткен студия ретінде жұрт ойлайды, біздің барлығымыз кәдімгі технологияға қатты мән береміз деп ше.
негізінде дейді ол кісі айтады жақсы фильм түсіру үшін 3 негізгі зат керек дейді да, ең басты. Бірақ ол дайындық кезең жаңағы сюжетке қатысты айтып отыр, историяға қатысты. Ол біріншісі жаңағы шытырман оқиға дейді, екіншісі қызық кейіпкер дейді, яғни сенің жаның ашайтын, сенің жаңағы көңіліңді жаулай алатын кейіпкер. Үшіншісі дейді ол шынайылыққа жақын әлем дейді да. Шынайы әлем емес, шынайылыққа жақын әлем. Мысалы легенда об Аангені алатын болсақ, ол түсініксіз ғой, қай уақытта болып жатқаны, қай уақытта болып жатыр, қай әлемде болып жатқаны түсініксіз. Ол әлемнің өзінің ережелері бар, ол әлемнің өзінің заңдары бар, и барлық кейіпкерлер қоршаған орта сол заңға бағынады. И легенда об Аангенің ең күшті жері сол әлем бір тұтас, жаңағы өзің айтпақшы, жұмыс істеп тұрды. Яғни қарама-қайшылықтар жоқ ол жақта ше. Сол қаншалықты күшті ойластырса, жалпы адам соны, соншалықты көрермен жаңағы оқиғаның ішіне ене алады. Оған өте жақсы мысалы Гарри Поттер, оған өте жақсы мысалы кімдер, мысалы анау Властелин колец, мысалы олардың да өзінің әлемі бар. Толкиннің шығармалары, сол себепті легенда об Аангеде негізінде ол әр шығармаларының өзінің түбі жағы өздерінің мифологиялары ғой. Мысалы Толкиннің көбінесе эльф, өзінің Англияның өзінің мифологиялары. Гарри Поттер тура сондай. Жаңағы ведьмалар, соның нелері ғой, негізінде Англияның. Ал Аватардікі бір Азияның елдің несі емес, мифологиясы емес, бұл бүкіл Азияның мифологиясын біріктіріп алып, өзіне керектісін алып шығарған дүние. Ал мифологияға шығарылған кино болсын, музыка болсын, мультсериалдар болсын, әрқашанда қызық. Мысалы Зевс туралы, мысалы грек мифологиялары, мысалы Диснейда Геркулес деген мультсериал бар. Ол көп қаралым, сол уақытта өзінің қаралымын көп жинаған. Және де Шекспир, Король Лев. Король Лев, тоже мифологияға жақын. Мифология дегеніміз не, ол өзінің бала кезден естіп отқан ертегілері болуы мүмкін, балалардың. Ертегілер, сол историялар, әндері болуы мүмкін. Соның ішінде кіретін. Сондықтан да бізге әр шығарма мифологияға қандай бір байланыс болса, бізге бір өзіміздің жанымызға кішкене жақын болып келетін шығармалар да. Өйткені көп параллель табуға болады сол жақта. Аватарда сондай бар ма екен? Аватар, көбінесе мифология. Ол жақта шынымен көптеген мысалы Қытайдың дәстүрлері нелерін табуға болады. Мысалы мен музыка жағынан алатын болсақ, ол жақта Қытайдың көптеген музыкалық аспаптары қолданылады. Немесе Жапон елдерінде. Мысалы Аватардағы бірінші сезонда бар генерал Джао. Генерал Джао Аватарды тұтқынға алған кезде оны Зука құтқарады ғой. Көк маскадағы синий призрак ба, қандай еді? Blue Spirit. Сол жаңағы маска, мысалы, ол Жапон еліндегі мифологиясының өзінің дәстүріндегі нәрселер. Мысал ретінде айтып атсақ та, мысалы, ал жаңағы Аватар Киоши, жаңа түрі, былай айтқанда аппақ түрі, негізінде краска оның барлығы, жаңа гейшаларының нелері краскалар, соған бір тәрізде, соған бір параллельдер табуға болады. Сіз жаңа музыка жағынан деп бастадыңыз да? Музыка жағынан көбірек ба? Жоқ емес, Blue Spiritқа қатысты музыка айтайын деп attыңыз ау дейме? Жоқ, мысал ретінде сол маска туралы да. Масканы өзі. Ал музыка жағынан ол жақта тағы да бір қызық жері, сол кейіпкердің Зуканыкі емес, жаңағы синий масканың. Ол негізінде ол жақтағы әруақ сияқты ғой. Типа синий маска
адамдарды құтқарады немесе или бір адам жанын алатындай бір қалай аңызда қалып қалған бір ертегі бір анандай қорқынышты айтқан кезде сондай болады ғой. олар өздері қорқынышты, яғни қалай злой дух секілді, бірақ иә олар сырттағы злой духтарды үйге кіргізбейтін сондай. иә нәрселер. сол тағы да иә Жапон елінде қателеспесем сондай дәстүр бар. Әр өздерінің үйлерінде бұрында, қазір жоқ ондай, бұрында жаңағы маскалар болатын еді. Жапон елдері түрлері қорқынышты маскалар, негізінде олар жаңағы демонический маскалар ғой. Ол демонический маскалар негізінде басқа адам, мысалы жаман қона шақырған кезде адам жаман ниетпен кірсе сіздің үйіңізге, үйге кірер алдында именно сол маска тұрады да, ол сол масканың соншалықты қорқынышты болғаны ана жақта бүкіл жаман ниетін артта қалып қалады деп солай қорғап отырады да. Немесе ол жақта тағы да бір несі бар, түсініктемесі ма? иә жаман нелерді кіргізбейді, Жындарды? да, солай айтса да болады негізінде ше. Сондай өзінің қорғанысы ғой солардың. Кейбір бізде бар ғой, көз тұлсық іліп қоятындар бар ғой, енді типа такого сондай сияқты бар. Бастама солай қызық алды да. Негізінде Зука атасы екеуі бірге отырды ғой, не ақша жинап қайырылымдық сұрап отты. Сол кезде ол не істеп қалды да, мен кедей-кепшіктің өмір сүргім келмейді дейді да. И сол атасын бүйтіп біреу келіп пышақпен түрте бастайды ғой. Соның қаруын тартып алғаннан кейін барып, ол негізінде ұрлай бастайды, заттар ұрлайды. Мазақ етеді. Андай көп нелер алып келеді да, жоқ. Атасынан сұрайды ғой, сен мына бәрін қайдан тауып алдың дейді да, типа. Айырын сұрайды. Сен бәрін бұны ұрлап келдің, не істейсің оны бәрі дейді да, типа. Бұның бәрі мағынасы жоқ, типа. Главное бар ғой дейді да. То есть ол зұлым масканы киіп, басында ұрлықпен айналысқан негізінде ше. Сондай өлтіріп, андай тартып алатын бәрі заттарды ше. Иә, вот синя маскаға байланысты сондай бір күшті символизм бар да. Символизм бар, иә. Басында ол аватарды құтқарады солмен. И Зуконың несі, негізі ниеті оңай емес, аватарды құтқару емес, оны жаңағы өзінің ұстап алып тұтқынға алу. Бірақ синя маска оның несін өзгертеді, мотивін. Жаңағы неде, басқа серияларда оны қайтадан киген кезде оның несі, ниеті андай бір выживание болды, біреудің ақшасын тартып алу не. Сосын кейінгі моменттерде де сондай. Ол киген кезде іштегі құндылықтар былай кетеді да. Иә, құндылықтар өзгереді синя маскамен. Сол жағынан да мысалы музыка жағында да күшті көрсетілген да, сол аватардың композитор Джереми Цукермен сол Зука сол масканы киген кезде этнический инструменттер ойнайды. Мысалы армяндардың тудук аспабын ойнайды. Және де тағы да көптеген перкуссиялар ойнайды. Ұрмалы аспаптар. Жаңағы негізінде не үшін ұрмалы аспаптар? Өйткені сол әр мысалы этникалық тайпаларды алатын болсақ, мысалы африканецтер болсын, немесе баяғы Жапон елдеріндегі айна деген нелер болды ғой. Тайпалар болды, мысалы олар даже біздің де қазақтардың да өздерінде мысалы рухты көтеру үшін, мысалы соғыстың кезінде де ұрмалы аспаптарды жиі ойнаған. Ол және де шаманизмда да ұрмалы аспаптарды көбінесе жаңағы әруақтарды шақырудың бір несі ғой, инструмент жолы. Иә, сондықтан да бұл жақта музыка жағынан айтатын болсақ, жаңағы маска киген кезде дудук үрмелі аспап өзі сол атмосферасын беріп тұрады, такой таинственный кішкене, таинственный несін беріп тұрады, образын беріп тұрады. Артындағы перкуссиялар жаңағы сол духты шақыру. Сол. И Зуканың ішіндегі дядя Айро сіңіп беріп жатқан несі құндылықтары сол жақта жойылады да. Жойылмайды енді. Уақытша жабылып тұрады да ол. И сол масканы ол бір сериясында суға жібере салады. Иә. Ол кезде Зуконың ішкі әлемі өзгеретін сол серия ғой. Иә. Тоже символизмді. Ол яғни ішкі құндылықтары өзгерген кезде ол сол визуальный составляющиймен де айырылады дегендей сондай нәрсе болады. Одан кейін ол кимейді маска? Одан кейін ол маска кимейді. Апаны құтқарғаннан кейін. Иә, апаны құтқарған. Жібере салады ғой. Басинсе деген қалада. Негізі күшті персонаж Зуко.
сол музыка жағынан тағы да айтатын болсақ, мысалы ең қызықтығы жаңағы әр тайпаның сол әлемдегі, аватардың әлемдегі су, племени воды, царство земли, народ огня, кочевник воздуха дегенде әр соның несінде 4 элементте 4 түрлі өзінің музыкалар ойнайды. Мысалы су нелерінде көбінесе су өзі қандай? Плавный ғой, былай айтқанда. Баяу, жұмсақ болып. Кейбір кезде қатты болуы мүмкін, ол жақта көрсетеді, суды мұзға айналдырып жіберетін кездер болады. Сол кезде де ол жақтағы музыка соған несіне, табиғатына сай инструменттер алады. Мысалы гудженг деген өзі такой щипковый инструмент, бірақ өте тембр жағынан жеңіл, дыбысы өте жуан емес, жіңішкелеу болып келеді. Және де ішекті аспаптар, смычковый аспаптар, жаңағы скрипкалар қосылады көбінесе, виолончель дегендей, сол жақты байқауға болады. Ал жерде, мысалы, қалай дейді, енді магия земли қазақшасы, енді жер иесі иесінде, көбінесе жерді игеру өзінің характері сонда қатты, олардың қимыл қозғалыстары, қозғалысынан, сол жақта да музыкада ол жақта резкий, тез и акценттер өте көп келеді оларда да. Инструменттері де соған сәйкес болып таңдалады негізінде. Ал от иесі, отқа келген кезде де жаңа жерге кішкене жақындау болып келеді. Музыка жағында да тоже тез, жаңағы мысалы молнияны, найзағайды қолданған кезде ол жақта музыкада сондай найзағайдың табиғатына ұқсас келетіндей қылып істеген. Алдын сіз бір айтып едіңіз, анау темірмен байланысты бір нәрсе. Ең қызықтығы, ол өзім гипотезім негізінде ше. Гипотеза ма? Ол жаңағы ең заманауи тұрғыда ол жақта народ огня ғой, ол жақта уже танк бар, кемелер, темірден жасалған кемелер, и байқасаңыздар ол жақтағы музыка өзінің тематикалық музыкалы өте ауыр, еще үрмелі аспаптан. Ол үрмелі аспаптар метный аспаптар да, негізінде метный жаңағы уже темір ғой, барлық танк темірден жасалған, металдан жасалған, и метный инструмент өзім ойымша метный инструмент дегеніміз ол жаңағы оған жататын валторн, труба, тромбон, туба жатады. Олар өздері темірден жасалған, олар де металдан. Метный өзі атауы айтып тұр да. Олардың сауыттары да металл, жаңағы от қалқын. Қалай сонда, яғни визуально сен оны көріп тұрсың темір екен, темірден жасалған аспаптың дауысы сол жаңағы неге кірді? Жақсы келіп тұр да. Темірді үйренген кезде ондай бола ма екен? Темірді үйренген кезде жоқ, ол жақта музыка қатты өзгермейді, сол жағында бір қызық жері. Меніңше тофтың жүрегі жермен байланысты ғой бәрібір. Сол үшін жер болып қалған шығар. Жерді қатты терең зерттеген. Ал ауашы? Ауанкі ағаштан жасалған үрмелі аспаптар көбінесе жаңағы сыбызғыға ұқсас тәріздес өздерінің Азиядағы аспаптары, этнический аспаптар ғой. Сосын ол жақта жылдам ойнайды. Өйткені аватардың қозғалысы да шапшаң болып келеді, уклонениялары тез. Сондай өзінің характеріне сәйкес музыкалар болып келеді да. Соның негізінде Джереми Цукерман просто өзінің интервьюсында айтқан, көрген кезде мен шыққандай бір айтқандай велосипед ойлап тапқан жоқпын да. Көрдім, түсіндім, тура солай жазып отырмын дегендей. Соның характерін беретіндей. Сол музыка жайлы айтатын болсақ, сол характерлары сол өздеріне сәйкес келеді. Кейбір акценттер бар, кішкене өзгеріс. Ол жаңағы Басингсе қаласын көрсеткен кездері такой эпичный, такой фанфар ойнауы мүмкін, такой царственный қала, үлкен мемлекет сияқты. Еще оларда не ғой, үлкен стена ғой. Қабырға бар. Қалай ұмытып отырмын енді. Соның барлығын сол қаланың характерін беріп тұр да. Немесе жаңағы царство землидағы
бар ғой алжыған шалды емей қояйық Омашу. омашудың қаласының музыканың темасы бір бөлек басқа бөлек болды. Ал солтүстік су тайпасындағы қала северный племенной воды, ол жақта ол қаланың музыкасы кішкене басқаша. Жаңа су тайпасына келеді, бірақ кішкене өзгерісі бар. Ол жақта не көп сияқты да, драма көп сияқты. Ана Сока кімді жақсы көріп қалады ғой, анау ақшашты қызды. Принцесса. Юй. О, атын да білесің. Қасында өте. Драма, негізінде сол музыкасы сондай сияқты. Драматичный болып келеді, негізінде. Ал от тайпасында более эпический болып келеді. И жерде де сондай. Ауанғы более көңілді. Кейбір кезде комедийный. Ол жақтағы философияның өзлері көрсетеді ғой. Анг өзінің ұстазының Гятсоны еске түсірген кезде олар әңгімелесіп отырғанда торт жасап отырып, тортты ауаға жібереді ғой. Еркіндік, сондай бір тема, көшпенді. Шынымен көшпеннің несінің характерін беріп тұрған. Дядя Айро стихиларды түсіндірген кезде сөйтіп айтады. Негізінде они уже познали дейді, свободу дейді. И типа еркіндіктің арқасында олар мына өмірден уже атқайды не рахаты ондай емес дейді. Олар свободный дейді. Мына өмірге привязан емес екен дейді. Ауалар туралы айта ма? И және олар көңілді дейді да, и прикол ұстаған кезде күледі да Айро. Бірақ звук түсінбей қояды. Жайды қоя салады. Сонда свободный да ол халық тоже. Да. Ең қызықты сол болып тұр. Осы айтамыз. Жоқ, сұрақ қоя берсін. Вот, шынымен әр халықта, әр жерде өзінің темасы бар. Сонымен қатар әртүрлі әлемдер бар. Ол рухтар әлемі бар. Аватар стейт, аватар күйіне өткен кезде бір темасы бар. Сосын жаңағы өте ескі лев, черепаха, арыстан, тасбақа пайда болғанда оның темасы мүлдем бөлек. Ол ең ескі бір сондай жаратылыс болып сол жерде көрсетіледі. Сол жағын айтып кетейін. Және финалы бар. Ана жақта мультсериалда айтылады, аватар мост между реальным миром и миром духом деген кезде, шынымен ол жақтағы сол әлемдегі, дух әлеміндегі музыка кішкене түркі музыка болып келеді негізінде. Өйткені көп естуге болады, горловое пение, көмеймен ән айтудың көп естуге болады сол жерде. Өйткені біздің түркі елде көмеймен ән айтқан кезде де сол рух көтеретін негізгі түбі жағы анандай болған. Соғыс кездерінде де өзінің жауларынды қорқыту үшін көптеген әскерлер, жауынгерлер көбінесе горловое пение айтылған. Рухын түсіріп салу үшін да. Не деген дыбыс, бұл әлемнің дыбысы емес дегендей. Бейтаныс. Сол аватардың жаңағы режим аватарға түскен кезде, жаңа айтып отқанда лев черепаханы көрскен кезде де сол жақта кәдімгі горловое пение естісе болады. Бірақ сөздермен айтып отады ғой бір нәрсе. Және де ол жақта түрікпен и тибетский бір музыкалармен бір синтез ғой. Түрікпен тибетский музыкамен. Аватар күйіне өткен кезде музыкасы қалай өзгереді? Мысалында жаңа 4 халық дедік. 4 халықтың өзінің аспаптары бар. Ал аватар күйіне өткенде олар бәрі бірігіп кете ме? Жоқ, бірігіп кетпейді. Ол жақтағы музыка кішкене немесе инструменттерін алатын болсақ, жаңағы тибетский инструмент ұрады ғой, былай деп бір медитацияға, бір йогаға мысал ретінде атын ұмытып аспаптың. Сондай кезде сол дыбыс уже ана әлемге түсіп жатқанын көрсетеді. Сосын жерде хор бар. Хор бар. Бір дауыс, жіңішке дауыс сондаймен нетеді. Сондай дауыстар болады. Жаңағы арыстан тасбақа болған кезде ер адамдардың хоры болады да. Сондай сияқты сезіледі. Және жаңағы рух әлеміне өткен кезде ол жерде дауыс тоже өзгеше. Жаңағы музыкасы. Эхо естіле ма? Эхо секілді. Сондай бір. Мен аватардың дауысы естімде әйтеуір. Сөйлеп бастаған кезде кішкене эхо естіледі. Пространство басқаша да.
негізінде ондайлар бар, шынымен естуге болады, бірақ такой қатты мән беретін нәрселер емес негізінде, просто технически сәйкес болатындай, бірақ вайб күшті береді. ең бастысы атмосферасын беріп тұрады да ондай нәрсе. Музыкасы өте күшті, керемет. Мен мысалы Агникай деген ост бар, оны қайта тыңдай бердім, өте күшті. Гармония, жаңағы рух беретін, жаңағы адамдардың несі әндетуі өте ерекше бәрібір. Мен тіпті оны айту қиын да, не үшін қызық екен дегенде. Вот музыкасынан бөлек эффекттері, анимациясы өте революционный деп айтуға болады. Эффекттері су, от, жер және ауа. Дәл сондай объемда эффектілерді қолданған бұрын проект болмады. Сол жақтағы аниматорлар яғни бұрын болмаған эффекттерді жасауға тура кетті. Ол үшін физиканы зерттеу керек, референстер көп көру керек. Бұрын болды, бірақ ондай деңгейде болмады. И сол жағынан FX аниматордан сұрайын деп едім. Сол жағын жақсырақ білетін бізден қарағанда. Несімен ерекше аватардың FX анимациясы және олар соған қалай келді, қандай дайындықтар болды дегенде. Негізінде өздерінің документалкалары да бар. Сол қалай үйлестіру магиямен элементтерді и движениесі адамдардың іс-қимылдары. По идее олар көбіне андай такой боевое искусство изучать етті негізінде, чтобы байқастырып элементтермен бірге. И олар негізінде изначально бірінші нені жасап алады да, боевое искусстводағы анимацияларын жасап алады бірінші, сосын үстіне эффектлерін қосады да, чтобы именно солған қарай үйлессе эффекті ше. Более такой именно соны флоумен жүрсе да, бірге алып жүре алады негізі аниматорлар салып ше. Бірақ та бәрібірде кейіпкер анимациясы мен эффекттің анимациясы әртүрлі, сезу қиын. Бірақ жапондықтар негізінде көбіне жапондықтар прям кейіпкермен де и эффектлерді анимировать алады. Енді ол кезде Никелодионда отырған көбіне Кореядағы кісілер анимировать етті, аниматорлар болды ғой. И олар как-то үйлестіре алды соны. Зерттеу дегенде ол жақта уже режиссерский ходта да бар сияқты сәл. Андай көресің, кейбір жерлерде эффект прям вау эффект қылып шығады, кейбір жерде кәдімгіні қолдана салады да. Кәдімгі жіберген от, су кәдімгідей болады да. Вот, и әрине оның бәрін үйлестіре білу керек. Кей жерде масштабный эффектін там өздеріңіз білесіздер, ана орманды өрттеген кездегі оттың бүйтіп шарқырап атқаны, негізінен ондай масштабты да беру өте қиын ғой. Ана прям ауқымды отты беру. Ол соңғы сериясында, финалында. Иә. Орманды өрт. Анау неден төбедегі шардан дирижабльдан суды, отты атқалған кезде. От ататын кезде. Бірақ онда енді үшкіріп шығады ғой еще. Сықырып шығады ғой басында. И вот өзім қолданатын негізі көбіне оттың референсін іздесем, соған көбіне түсіп қала беремін да. Аватарға ма? Иә, аватардың референстері өзің қолыңа қайтып келеді. Шынымен әсер етті. Аниматорларға, болашақ одан кейінгі келген проектлерге, сериал анимацияға бәрібір әсер етті. Өйткені олар уже аватарға қарап жасайды да оның бәрін. Ондай бар. Негізі аватарға дейін ондай эффекттер көп сериал болған жоқ, Ондай объемда. Мысалы, ондай жиі емес. Именно элементтерге қатысты андай, именно элементтің мағынасына прям кіру сәтмен болмаған. Физикасын. Иә, именно түсіну бойынша. Мен сөйді анандай бар сериалдар, где атылыс болады, жарылыс болады да. Бірақ именно осындай магия, андай соны ниеттеніп жасаған сериалдар болған жоқ, И стилизованный болмады да. Аватарды өте стильденген эффекттер да. Мысалы мен есімде да, Нарутоның бірінші сериясында, алғашқы сезонында отпен атады ғой кейіпкер. Сол кезде эффектісі мен бірінші рет көргенде
онша емес болды. маған Мен кішкентай болсам да мен байқадым да онша емес екенін. Біртүрлі бір нереалистичный бір короче реалистичный жаңағы как будто бір оттың видеосын ішіне кіргізе салған сияқты сондай бір нәрсе көп бұрынғы анималарда мен көп мысалы жарылыс болған кезде біртүрлі бір жарылыс не стилизованный ешқандай бір бағыт жоқ та стиль жағынан экономить етеді ғой енді көп экономика жасау керек қой сериал ғой өйткені ал Никелодеонның ол жұмысы прям фокустары бар да аниме индустрия ол басқа да уже маған легенда об Аангедағы жаңағы эффектілердің анимациясын ұнайды, олар шынайы да. Мысалы анау Dragon Ball деген или тот же Наруто мысалы да, онда бүйтіп копить етеді бүйтіп жинайды да энергияны, жаңағы сконцентрировать сосын барып атады ғой. А бұларда кәдімгі ондай жоқ та, реалистично да, прям на месте сразу. Негізінде Нарутода да и сәл ұқсастық бар ғой негізінде екеуінде де. Ол кейіннен уже дамыта бастады ғой. Наруто бірақ олар алдында түсіндірмейді. Просто екеуі де элементтер жағынан Наруто аты қайтты элементтердің сутін түсіндіруге жақсы икемдері бар да. Это как дядя Айро түсіндіреді ғой, өздеріңіз есте болса, шайға қатысты үшін. Сондай сияқты философиясын түсіндіре алады да жақсы. Типа шайды алу үшін от керек, опять-таки растения саласын, опять-таки жермен связанный, су болу керек ішінде. И одан шығатын пар, бу бар. И ауа керек. Ондай сериясы бар. От жану үшін ауа керек. От жағу үшін ауа керек қазір. И соның бәрін бүйтіп сәйкестендіре алатын, гармониясын тауып бере алатын сериал болды. Нарутонікі больше, опять-таки, олар өздеріне икемденіп қолданды, олар философиясына кірмейді да элементтердің. Оны как қару ретінде, просто болды. Просто бар болды. Бірақ кейбір кезде андай суть бар, где Наруто мен Саске, скажем, Наруто егерде стихиясы ветер болса, ал ненікі от болса, ол айтады, типа, мен онда оның несін, одан отын күшейт жүретін мен сондай адамым ба деп қабылдайды өзінше. То есть одан ары ол өртеніп кете ма деген сияқты маймыл мағынада қабылдайды. Мен айтқым келген зат, мысалы Dragon Ball сияқты немесе Нарутоны мен білмеймін, мен көрмеппін, бірақ кейбір сериалдарда бар ғой, мысалы сол магияны қолданып тұрған адамға жаңағы оның магиясы әсер етпейді. Мәселен, тура сол жанып атқан оттың ортасында жаңағы тұра беру мүмкін да ол ше. И өзі де жана беру мүмкін, бірақ оған ешқандай зиян келтірмейді да ол. Ангтағы күшті нәрсе, мәселен, оттың иесіне де қарсы қолданылады да. Яғни, мысалы, қарапайым сол Зуконың өзі, ол сол әкесіне таяқ жейді, мысалы, беті күйіп қалады. Немесе анау өткенде де айттық, Анг мысалы отты үйренген кезде, ол жаңа кімнің қолын күйдіріп жібереді, мысалы. Катараның қолдырын күйдіріп алады. Немесе Катараның өзі тіпті қатты магияны үйренген соншалық біреу жаңағы қанды не істей бастайды. Ол енді уже обратный сторонасы да. И Найзаға то же самое. Зуко үйренеді ғой, через себя бет өткізіп ше. Сол кезде ағасы үйретеді ғой, типа, оны сақтамай өткізіп жіберу керек деп. А егер сен в какой-то момент ұстап қалсаң, ол саған өзіңе ұрады деген сияқты. Сол жағын айтып отырмын да, яғни сол жаңағы өзің айтпақшы философиясын и жаңағы кейіпкерлерді, сол магияны жасайтын адамдарды анандай қалай деп айтады, идеализировать ету деген нәрсе жоқ та сериалда, сол ұнайды маған. Яғни сен қолданып жатқан магияны сол магиядан өзің де зардап шеге аласың деген керісінше тұсында көрсетіп қойған да күшті. Даже маг огня может попасть под горячую руку отца. Во, сондай да. Ол еще тек қана жаңағы сол жағынан да емес, ол жаңағы символизм жағынан да күшті да. От, яғни Зукода шрам бар, шрам, оның сол жарасы, ол оның ішкі жарасының көрінісі ғой, әкесімен қарым-қатынасының көрінісі дегендей. И ол яғни содан арылғысы келеді да, бүкіл сериал бойы соған келеді. И жаңағы Зуко демекші, Зуконың аркасын егер айтсақ, яғни кейіпкер ретінде дамуы, білмеймін, көп фильмдердің ішінде өте керемет жасалған бір сценарный ходтардың бірі сияқты көрінеді маған. Өйткені басында қалай көрсетті, оның қандай адам болып бізге көрсетілген, ары қарай қалай дамығанын, ақырда бақырындап баяу дамиды да. Ондай нәрсе жоқ.
кенеттен сила дружбадан жақсы болып кетті дегендей. Ол дамыды, кішкене ойланып кетеді, потом қайттан өзінікіне кетеді, қайттан ойланады. Сосын сол 3-ші сезонда кәдімгідей басы қатып, ішінде күрес болып, әйтеуір өзінің жолына кетеді. Өзіндік пікірі пайда болады. Сонысы өте керемет жасалған. Меніңше не ғой жаңағы генетика дейді ғой. Яғни әкесінің жағы ол жаңағы не? Әлемді жаулаймын деген оймен сондай созиндар мысалы солай жүрсе, мына жақта анасының атасы, мен кстати өткенде сөйлескен кезде білдім оны. Анасының атасы это Аватар Рок деді. Өзі то есть жақсылық пен жамандық бір адамның ішінде тұрды. И ол сериал бойы таңдайды өзі. Кім ол ше? Түс көреді еще, там екі түрлі айдаһар суреттер. Біреу қызыл, біреу көк па? Соны алдын ала көрсетіп, бізге подсказка беріп, сөйтіп жүреді. Сосын бір серияда ол не болады? Өзін аватар ретінде көреді. Айнадан ба? Өйткені атасы сосын көрсетеді ғой, әкесі аватар болған деген. Сондай нәрсені өте күшті жасаған да. Бірақ кейбір шетте нені қарасаңыздар, ана Азула ең бірінші рет келеді ғой. Ең бірінші рет кеттік, сені әкең кешірді, қайта берсем болады еліңе дейді ғой. 3 жыл бойы үйінде болмады ғой негізінде. Азғырады ғой сөйтіп. Бірақ сол жерде маған андай сәл ұйқаспайтын көрініс болып көрінеді да. Это переход болды. Сол кезде олар изгнанниктар сәтіне өту керек болды. То есть преступниктар ретінде Азула шақырып алады корабльға. Бірақ случайно оговорка айтып кетеді, ен жақтағы бір солдат. И олар төбелесе бастайды да, Азуламен бірге ше. И резкий изгнанник болып кетеді да. Қай жері саған түсініксіз ғой? Анандай да, резко такой оларды бір солдатпенен, который айтып жүреді да, бүйтіп көтеріледі да, неге ше, палубаға көтерілген кезде ол айтып жүреді бүйтіп. Давайте отходить. Все, поднимайтесь на борт преступники деп айтып қалады да бірнеке. И преступники деген сөзден олар резко төбелесе бастайды да. Тұтқындарды кіргіңіздер дегендей сондай сөз айтады. И андай олар бір қателіктен негізінде олар корабльға отырып әкесіне кетіп қалуға болатын еді негізінде үйлеріне ше. Как преступник болмайтын еді ол кезде ше. И уже него кетпейтін еді, изгнанник болып, там магия землидыға кетіп, олар өзі отшельнический өмірмен кетіп қалмайды алысқа ше. Просто сол именно сол сәт, где ол уже іште 3 жыл бойы үйде болмаған сәтін үйге қарай не істейінші десе, андай да, білмеймін, үйлеспей қалды мен үшін. Мотивация себебі түсінсіз қалды ма? Азулада еще резко пайда болды такой. Басында түсіндірмейді ол атқайды, ол сестренкасы, атқа сестрасы ма болғанын кіргіздірмей қалды да. И мотивада онда резко әнде бар, кстати, маған Азуланыкі да қызықтырады, андай да, ойынды бүйтіп улап сайтын ән постоянно басылып дың дейді. Өзінің мотиві бар. Азуланың ба? И резко кіріп кетті да оның бәрі ше. Осындай мотиві бар. Әр кезде әр түрлі. Ол тақырып, ол жаңағы от тайпасының өзі. Корабль көрінген кезде ба? Ол басқа, Азуланыкі басқа да. Азуланыкі қандай? Азуланың тақырыбы тек қана бір аспаппен, бірақ дыбыс. Бір дыбыс. Бір дыбыспен болғанда болды. Ол бірақ әркез соны қолданады. Азуланы көрсететін кезде сол дыбыс ғана көрсетеді. Бірақ сол дыбыстың өзі бүкіл Азуланың кейпі қандай екенін көрсетіп тұр да. Оның күйі қандай, оның ішіндегі ниеті қандай екенін барын көрсетіп тұратын нәрсе. Ең қызықты 3-ші сезон шығар. 3-ші сезонда жаңағы таққа шайқасады ғой, Агникай болады ғой. Азула мен Зуканың арасында. Сол жақтағы былай логикалық түрде ана жақта шайқасып жатқан кезде музыкада кішкене андай болу керек қой. Төбелеске жақын экшн болу керек, немесе сондай. Бірақ ол жерде Джерри мен Цука мен ол жақта драматический музыка жазды да. Өткені туған ағасы мен туған әкесі таққа таласып отыр. Соншалықты қан төгізуге дайын бұлар. Тақ үшін. Трагедия негізі. Басында мен сол ойлайтын едім. Тағы соңғы кездері осы көріп жүрген кезде, бірақ бір жағынан былай ойладым. Драматический музыка ана жақта
ағасымен таққа неге шайқаса емес, бұл жақта Азуланың алжығанын көрсетіп отқан шығар. Сол жағы драмасы сода шығар деп ойлаймын да. Жаңағы өзінің анасымен енді көңіл табылмауы, жаңағы әрқашанда депрессиясы. Иә, негізінде қатты депрессияда жүрген адам ғой негізінде Азул. Содан шыға алмауының сондай бір негізгі музыка сол деп ойлаймын, драмасы. Мен басында ойлағам енді тақ үшін шығар, бірақ негізінде былай қарап отырсаң Азуланың осындай өзінің емін көрмеген сондай депрессиясына контроль жоғалып кетеді. Былай айтқанда мен өзім жаңағы гипотеза теориям ғой. А негізі қалай ойлайсыздар жалпы бұл сериалда Аватардың ең басты жауы кім? Аватардың ең басты жауы. Мысалы бізге историяны анандай қылып көрсетті. Азай деп көрсетті. Азай, типа, он завязал войну, и все на этом. Аватардың жауы жоқ сияқты. Ол сериалда. Охота басталған кезде прям жау болды ғой, когда Азула артынан жүреді ғой. И Азула кіргеннен кейін охота да до конца прям ше. До того, как... Бүкіл 2 сезон. Иә, чисто Азула враг болып кетеді да. Иә, 2 сезонда. Прям реально зұлым болып қалады да соған ше. Но и Азуланы ешкім көрсетпейді, типа ол не үшін артынан жүгіріп жатыр, қандай себеппен. Иә, Зука өзінің жауапкершілігін атқара алмай қалды, типа ол негізі главный злодей болып тұрады басында тоже. Әкесінің тапсырмасы ретінде жүреді ғой Азула. Иә, ол Зуко да әлі сондай. Ол Зуконың өзінің таңдауы емес қой негізі. Келсем. То есть әкесі ол навязал да ему ол миссияны. То есть егер сен өзің абыройыңды қайтарғың келсе, бар да Аватарды ұстап алып кел дейді. Иә, бірақ қазір Дуня айтып жатыр да. Азулаға ондай мотивация жоқ сияқты да, типа. Иә. Не үшін типа оған бару керек. Личный интересі жоқ оған. Да, личный интересі де жоқ. Но Азулада не қандай еді? Мақсат просто тоже кімді алып келу емес пе, де? Жоқ. Азула сондай кейіпкер, ол негізінде бізге анық түрде айтылмаған ғой. Азула не үшін, анық үшін негізінде. Бірақ негізгі түрі жаңағы таққа таласуының да сол ғой. Таққа таласпа әлде әкесінің көңілін разылығы. Өйткені ол әкесінің тәрбиесін көрді ғой. Тек қана әкесінің тәрбиесін көрген адам. Ол әрине Азула үшін ол авторитетный адам. Тек қана соған бағыну үшін сол үшін істеп жатыр. Және де Азула соншалықты ішіндегі құндылықтар жоқ та. Мен өзім мақсатыма жетем. Қандай арам немен болса да, не болса да жетем деген. Иә, ол соңында көрінеді ғой. Соңында бәрі ұтылып, анық жеңіп, жаңағы Озай жеңілген кезде, оның да әлемі құлдырай бастайды ғой. Айнаға қарап, жаңағы шешесімен ұрсады ғой. Енді меніңше ол кейіпкерді түсінуге де болатын сияқты. Себебі қателеспесем қалай айтатын еді, айнаға қарап тұрып, жаңа сен мені осындай қылған деп, анасына. Иә, анасына ренжуі бар. Сол Аватардың ең қызықты жері зомның кейіпкерлерінде де өздерінің мотивациялары бар да, неге олар сондай адам болғандарын. Негізінде жақын тақырып болуы мүмкін кейбір адамдарға. Сондай тақырып. Айнаға да көру ғой өзіңді. Кейбір адамдар. Жаңа Доня айтып отыр ғой. Жаңа Зуконы тұтқынға алайын деп отқан кездегі момент қисынды болмады, қисын келіспеді. Сосын мотивациясы түсініксіз да. Және Азуланың тоже мотивациясы түсініксіз. Негізі бір минусы бар деп ойлаймын да осы Аватар легенда Банген историясында. Ол Азай лорд огня, соның мотивациясы өте түсініксіз. Өйткені айтылмайды, ешқай жерде айтылмайды, оның мақсаты не, сол бәрін жойғаннан кейін не істейді ол. Негізі, мысалы, оның атасы, арғы атасын Созиннің өзінің мотивациясы болған. Ол өз ұлтының күшті екенін біледі, солай сезінеді, және соны әлемге күшпен болсын орнатқысы келді. Оның мақсаты тәртіп орнатыру да. Диктатор Сомая. Бірақ соның бір ар жағында себебі болды да, ал Озайда қандай себеп екені белгісіз. Сәйкесінше балаларына да соны бұйырған кезде балаларының мотивациясы да түсініксіз да.
негізі Озайдың мотивациясы сол кімдікі ғой, Созиндікі емес па? ондай айтылмайды да, просто ол ол жақта- біздің ойымызды жай ғана, бірақ мен ойлаймын көрсетілмеді сол ондайымыз. Озайдікі негізінде айтылмаған мотивациясы неге. Мен ойлайтыным самый Жоқ, басындағы, кешірім сұраймын, жаңағы сериал басталған кездегі айтылып отқан ой ше, мысалы Лорд Агния завязал войну деген. Вот завязал войну, бірақ не үшін ол айтылмады? жаңағы Созин туралы ғой. Иә, ол Созин скорее туралы ма, сол- әлде- Созин бастады ғой Озай туралы ма? соғысты өзінің көзқарасымен. Иә, өйткені кім Року жоқ болып кетеді ғой, Аватар. Исчез деп айтады ғой. Иә, ал Озай болса, ол негізінде дайын дүниеге келді ше. Ол мен өзім солай Ол менің түсінбей қалды да. гипотезаларым, өзім теорияларым. Мен ойлайтыным, ол таза просто көкірегі соншалықты өзінің сыртынан төгіліп кетті да оның. Мгм. Барлығы бар, барлығы дайын, барлығы мен аяғымды сүюге дайын дегендей да, мысалы ретінде. И қызы да солай тәрбиелейді. Қызы да сондай болады. Мгм. И оныкі, чё менікі қалғаны өзімнің жерім ба? Бүкіл әлемді, менде бүкіл күш бар ғой дейді. Чисто эгосы ғой оның. Иә. Вот бүкіл әлемді несі. Созин бір философияның бір нәрсені бастайды да, белгілі бір империя құрады да, бірақ оның ұлы сол нәрсені не үшін жасалғаны, осы бәрі не үшін жасалғаны, мақсаты не екенін ол түсінбеді. Ата-анасынан жаңағыдай үйренбеді. өзіне келген күш қуатты игере алмай қалады. Иә, өзі көтере алмай қалады. Ол нәрсе негізі тарихта өте жиі болады. Мысалы, ислам дейік, ислам халифа құрылады. Мұсылмандар білді осы нәрсе не үшін керек екенін, бірақ одан кейінгі буын болады, одан кейінгі буын, яғни әр буын пайда болған сайын, уақыт өткен сайын бүлікшілер өте көбейеді, және яғни ислам халифа әлемнің түкпір-түкпіріне таралады да, өте үлкен биік болады. Біраз буын өткеннен кейін ол билік не үшін келгені, оларда қандай жауапкершілік бар екенін түсінбей қалады да, ұмытып қалады. Вот, соған ол негізі Аватарда сондай бір отсылка көруге болады деп ойлаймын да өзім. Бір цикл бар еді ғой, бір күшті айтылған. Жақсы бейбіт уақыттар әлсіз тұлғаларды алып келеді дейді, ал әлсіз тұлғалар қиын уақыттардың келуіне себеп болады дейді. Ал қиын уақыт керісінше мықты тұлғалардың пайда болуына себеп болады да, олар жақсы уақыттарды орнатады дейді, и сол цикл бойы жүре береді. Жақсы уақыттар әлсіз адамдар. Керісінше әлсіз адамдар пайда болады дейді ол уақытта. Өйткені меніңше жаңағы кім бірінші біздегі жаңағы әкесі кімнің? Зуконың, Озай. Сондай шынымен де дайын нәрсеге келген бір ерке бала болып тұр ғой. Яғни өзінің әкесі бір сериясында бар еді ғой, кім аталарына екеуі өздерінің өнерлерін көрсетеді ғой. Зуко мен кім? Азула. Сол кезде жаңағы әкесі бәрібір өзінің атасы жаңағы Озайдың пікіріне, оның разылығына несін білдіртіп отырады ғой, андай мұқтаждығын. Неге? Өйткені Азула жаңағы күшті өнер көрсетіп жатқан кезде атасы мақтайды ғой, ой жарайсың деп. Сол кезде әкесінің несін көрсетеді, аузын көрсетеді, күледі. Зуко шығып кішкене құлап түскен кезінде оны атасы кері не береді ғой оған, жаңағы саған кішкене не істеу керек екен деп. Сонда ол керісінше жаңағыдай бір не көрсетті, ұнатпаған, жақтырмаған бір кейіп танытады. Маған тағы жаңағы генерал Джао ұнайды. Оның мен бір түсінгенім, сол генерал Джаода бізде кейбір адамдар бар ғой, андай мен мынандай кітаптар оқыдым, мынанша кітаптар оқыдым деп мақтан тұтатындар. Сол генерал Джаоның несі түп нұсқасы сияқты ше. Өйткені шынымен генерал Джао өте сауатты кісі. Өте жаңағы ол айтылады, жаңағы мен северный племени водойға сол жақта не үшін келдім, жаңағы әруақты өлтіру, жаңағы балық айдың әруағын соның басы жетіп тұргеніне айтамын да, ол кітапхана ұмытылған жердің астында қалып қалған кітапхананы іздеп тауып, қанша мәліметтер оқып, білімі зор адам да, бірақ іштегі ниеті таза емес болып тұрғаннан кейін сол бәрі ол жете алмады. И негізінде сол ниетке байланысты деп ойлаймын ше. Бірақ жетті деп те айтуға болады ғой. Неге? Өйткені ол өлтірді ғой ол балықты. Бірақ анау қыз құтқарып қалды. Юи деген принцесса. Айтады ғой, надандық пен
комбинация, кез келген комбинация құлдырауға әкеледі. Надандық пен билік диктатураны орнатады, надандық пен дін экстремизмді әкеледі. Орнатады. Надандық пен білім, жаңағы мысалы атомный бомба сияқты немесе басқа да сондай бір деструктивный нәрселерді дүниеге әкеледі. Сол үшін сол ең бірінші надандық қой мына жерде проблемасы. Онда жаңағы Озайда да солай болып тұр ғой, надандықпен билік бірге келіп қалып тұр ғой. Жауда надандықпен білім получается. Соның кесірінде, Озайдың кесірінде Зука адасады и қызы да адасады жолдан. Зуканы бірақ кім? Зуканы құтқаратын Айро ұстап қалады. Қалай сондай мысалы Озайды Айрода бір атадан туған да? Бірақ кімнің? Бұл жақта мәселе мынада болды. Жоқ. Дұрыс, Азай мен кім Айро екеуі бір атадан туған. Бірақ Айроның дүние танымы, өмірге деген көзқарасы мүлдем басқа. Айроның дүние танымы негізінде нақты айтылмайды, бірақ бұл жақта ең нақты несі ол өзінің баласы Лутеннен айырылғаннан кейін түсіне бастаған сияқты. Ол жорыққа шықты, позицияны алуға шықты. Сол жақта өзінің ең бағалы өміріндегі бағалы ұл Лутенді жоғалтады, дүниеден кетеді. Сол кезде уже кетеді. Ол меніңше өмірдің несін түсіне бастайды ғой. Себебі сол өзінің әкесі бастаған соғыс оның баласын алып кетеді. Дұрыс па? Содан кейін ол түсінеді, уже мынау соғыс бұл дұрыс емес нәрсе деген сияқты затқа келеді. Азай жорыққа шықпады ғой. Айро шығып жүрді. Сол әсер еткен шығар олар. Дүниетаным әртүрлі болған. Себебі ол көп жерді көрді, көп елді көрді, өзі жаулап жатқан халықты көрді. Олардың бейкүнә екенін көрді. Көп өлімді көрді. Озай ондай нәрсе көрмеді, ол білмейді өзінің дворецынан ары қарай, сарайынан ары қарай не болып жатқанын. Жаңа лайв экшн сериалда бір бөлігін көргенде, ол жерде бір өзгеріс бар. Сөздерінде өзгеріс. Мен үшін өте маңызды өзгерістер. Айроны Зука құтқарып алады ғой, ол тұтқынға түскен кезде жер адамдарына. Олар екеуі құтқарылады сол лайв экшн тизерда. И Айрода шанс болады да сол жер адамын өлтіріп тастауға. Жалғыз өзі қалады да. Өлтір дейді да мысалы. Ол айтады, Айро айтады, біз жеткілікті түрде өлім көріп қойдық дейді да. Көрген өлімдеріміз жеткілікті дейді да. Оны өлтірмей қояды да. Мына жерде сол философияны көрсетеді да. Ол анимацияда болмады сериалда. Бірақ фильмде бар да. Сол нәрселер сол кейіпкерлердің ішкі дүниесін ашатын сияқты да. И сол лайв экшн туралы айтсақ, меніңше Озайдың проблемасын шешетін сияқты олар. Озайда ешқандай мотивация жоқ, ешқандай нәрсе сөйлемейді. Бірақ лайв экшнда ол Созиннің сөзін сөйлеп жатыр негізі. Егер тизерлерді көрсек, от халқы әлемдегі ең мықты, ең дамыған ел емес па деген деп сөйтіп айтып отыр да. Қандай да бір мотивациясы болатын сияқты лайв экшнда. Менде соған үміт бар, сондай өзгерістер болады деп. Бәрібір өзгешеліктер болады. Мен жаңа сұрағыма ешкім жауап берген жоқ. Аватардың жауы кім деп? Аватардың ең басты. Қандай жауы кім? Қай аватар? Көп па аватар деген? Джеймс Кэмерондағы аватар ма? Оның жауы жоқ. Шынымды айтайыншы, Джеймс Кэмеронның аватары шықты ғой. Мен сол кезде сол аватар шығар деп ойлап қалдым ше, легенда об Аанге. Түк аватар деп жазылып тұр кинотеатрдан қасына барсам. Бірақ жаңағындай мысықтың көзі тұрды. Ондай аватардың ішінде жоқ еді ғой деп қоямын. Кейін барып қарасам басқа аватар екен ғой. Неге аватар деп қойған деп атын сосын. Сөйтсем, оказывается, Джеймс Кэмерон аватар деген есім атауды не істеп қойған екен. Патентовать етіп қойған біріншіден, екіншіден ол жердегі аватар сол жаңағы не ғой. Бізде мысалы профильді аватар бар ғой. Сол сияқты да, яғни оның ана өмірдегі аватары деген мағынада айтылып отыр екен да. Аватардың жауы, мен ойым жоқ. Аватардың жауы жоқ. Ол ешкімге қарсы күреспейді, ол жағында өзінің міндетін атқарады дегендей, сондай. Баланс орнатуға ұмтылады. Долг. Сен не ойлайсың? Сіздердің ойларыңыз қандай? Мен ойымша тоже солай, бәрінде өзінің жауапкершілігі бар сияқты, сол үшін шығар. Дәке сіз? Біткен жоқсың ба? Айтайық. Сол аватардың несі жауапкершілігі бар, өзін атқаратын.
такие нелерінде Зуканда жауапкершілігі болды. Барлық міндетті атқару, то есть уақытта даже арман болмады да ешкімде өздеріне армандар болмады. Былай қарасаңыз бәрі өзінің долгын орындау керек деген сияқты. Айрудағы арман болды. Шай дүкенін ашу. Шай ішу ма? Шай дүкенін ашу ма? Аватардың жауы деп Звуканкіндей сияқты өз-өзіне жау. Өз негізінде аңтта басында айтады, бірінші сезонда мен жауапкершілік алғым келмейді, мен жай ғана баламын. Мен өзім таңдаған жоқпын ол жолда. Мен тағдыр солай шешіп қойды. Мен үрей ұстадым, қорқыныш ұстадым, содан қашып кеттім дегендей. Зукада да сондай, тура жаңағы өзінің іштегі ашуымен қалай ашуды басуға болады деген негізгі. Аватардың жауы, Зуканың жауы, Катараның да жауы өзі негізінде. Өйткені аватарды айтып отырған себебім аватарға көп нәрсе байланысты да. Мысалы, ол аватар болмайым деп шешсе, мысалы, мынаның бәрі болмайды да негізі. То есть азайып алады да, әлем жаулап алады деген сияқты. Аватар ол анг, сол аватарлық міндетті қабылдау үшін өзінің нәпсісімен жосып күрескен сияқты да маған ше. Сериал бойы ол көрсетіледі. Ол жаңағы басында балалығын тастайды. Екіншіден жаңағы чакраларды қойып ашатын кезде, махаббат чакрасына келген кезінде андай кішкене не істейді ғой? Айтады ғой, сен ешкім жақсы көре алмайсың дейді. Сен аватарсың, сен бәріне бірдей болу керексің деген сияқты. Махаббат сен үшін ол жоқ нәрсе деп айтады ғой. Сол кезде ол енді анау аватардың несі бүйтіп түсіп келе жатқан кезінде не істейді? Қашып кетеді ғой. Яғни жібергісі келмейді да ол затты. Яғни бірінші орында сол махаббаты болды. Бірақ оның бірінші орында өзінің міндеті болды. Бала махаббат. Вот, мен суды сол да, сосын қай жер бар еді? И помните, соңында өлтіру сәтіне келеді ғой, айтады ғой, өлтіре салайық оны дейді ғой, сколько ма біреу айтады ғой. Сонда қалай дейді, мен оны өлтірем дейді да. Өлтіре алмаймын мен оны дейді. Мен басқа бір жолды іздеуім керек дейді да, оны өлтірмейтіндей ше. Сонысы күшті да, маған сол финал ұнады. Бізде обычно қалай? Бүткіл фильмдерде батысын шығарып жаңа кімді злодейді жеңет, или ол там өзін өлтіріп тастайды, сондай жалып кетеді, короче. Атылып кетеді, жоқ болып кетеді. Негізінде біріктіреді да, барлығы біріктіріп жабылады да, жауға болды солай. Бұл жердегі маған бір ұнаған зат андай да, сол сериалдың басынан келе жатқан гуманность деген нәрсе күшті сақталған да. Яғни анау жау болып тұрса да, қаншама елдерге андай не төндірген болса да, былайша айтқанда зұлымдық, жаңағы қаншама адамды өлтірген болса да, Сага Винланди деген не көрдім да жақында. Сонда көрдіңіздер ме? Блин, енді ол спойлер деп айтуға келмейді, бірақ сол Сага Винландидің ішінде жаңағы викингтардың арасында өмір сүретін әрбір жас бала жауынгер болуды армандайды да. Яғни адам өлтіріп жауынгер атануды армандайды, реальный жауынгер. Сонда жаңағы соғысқа аттанайын деп жатқан кезде, жаңағы Винланд жаңағы несіне бара жатқан кезде баланың аты кім еді? Торфин деген жас бала болады, и оның әкесі Торс болады, жаңағы воин реальный. Енді ол сұмдық кезінде. Ең мықтылардың. Мықтылардың мықтысы да. Сол Торс жаңағы неге походқа аттанайын деп жатыр, жауға. Майданға. Бала келеді да өзінің жаңағы сандықтағы қылышын суырады ғой. Сөйтеді, айтады, мен адам өлтіремін дейді. Не істейін деп жатсың сен дейді да. Мен соғысқа барамын, адам өлтіремін дейді. Сен жауың кім дейді. Әкесі сұрайды баласын. Сен жауың кім білесің ба дейді да. Сөйтеді да жаңағы ана жақтағы адамдарды айтады. В общем, оларды өлтіру керек бірдеңе деп жаңағы. То есть мына жердегі массаның жаңағы жас балалардың ойын айтып жатады да ол да. Сонда әкесі айтады, бұл өмірде дейді, ешбір адам өлуге лайық емес дейді да. Ана жерде енді анау шынымен не ғой андай, қалай айтсам болады, анандай адамгершіліктің шыңы да. Вот соны аватарда күшті көрсеткен да. Яғни ол қанша жерден зұлым болса да, сен адам ретінде оның тағдырын бүйтіп қиып жүруге, шешіп жүруге
не емессің деген сияқты ғой енді, как құқығың жоқ. иә, точно құқың жоқ деген сияқты күшті келтіріп тұр да. Енді ол опять-таки с какой не посмотреть қой, то есть менде кішкене басқа ұғым ше сол Иә. жерінде. Айтыңыз. Өйткені сцена бар ғой соңындағы жаңағы Лев Черепаханың үстінде орман сияқты ғой, кәдімгі джунгли сияқты, и бір жерді табады, духовное место. Сол жерде өзінің бұрынғы аватарларымен сөйлеседі да. Року мен Киошимен сөйлесіп жатқан кезде, айтып жатқан кезде ол айтады, мені олай үйреткен жоқ адам өлтіру деп. Бірақ бүкіл аватарлар айтатын бір-ақ әңгімесі да. Әркім өзінше әртүрлі қылып айтады, бірақ ішіндегі мағынасы бірді. Сен осы әлемдегі, жаңағы рух әлемдегі мостсың дейді да. Сен осы әлемді құтқару, ол сен міндетің. Если этого требует адам өлтіруге, сен өлтіру керексің деген. Сонда ана жақта ойлап қаласың, значит, бұл аватардың, аңтың өзінің ішіндегі несі ғой. Өлтірмеу, это как, знаете, жеке шешімі. Жеке шешім емес, эгоизмі. Мен олай үйреткен жоқ, мен өлтірмеймін. Хотя мир этого требует от тебя. Ол ана жақта эгоизм қосылады да, ана жерде ше. Мен солай түсіндім, өскен сайын. То есть өлтіре салу керек кетпеді негізі? Негізінде қазіргі заманда оны фальшивый адамдар қабылдайды. Потому что сен оның орындау түрін, сіз қазіргі таңда адамды өлтірмей шешім қабылдау өтірік жалған болып көрінеді да. То есть қазір негізінде былай қарасаңыз, егер аниме жақтан қарасаңыз, сенің жандарында көбіне сондай да. Главный герой всегда хочет айтады, типа, терапия жасауға злодейға, типа, оның ойын өзгертуге тырысады да постоянно. Моральға үйретуге тырысады. Иә. И когда сен үйретесің біреуді моральға, сол сенің өзің дүниең арқылы оны оқитын, көретін адам айтып қабылдайды, как будто саған айтып отқанша, опять он учит мораль, анау мынау, и лучше там добей, убей, реши этот вопрос сходу же, типа. И заман оны қазір қабылдай алмай жатыр, шыны керек. Но Сага Винленд чуть-чуть соны бұрмалауға тырысады. Но былай қарасаңыз, там бізде там Моя геройская академия деген тоже сол жақта бар да. И тағы да сол Dragon Ball, анау мынау барлық жерлерде көп та сражение болып жатады. Бірақ все стараются убедить, переманить, изменить. Тот же Нарутода өзіңіз соңында тоже главный злодейді алады, тоже бұрмалап жерге тырысады да. И негізінде көп адамдар оны қабылдай алмайды аса қатты. Ол, мне кажется, главный геройдың өзі бірінші, как и Сага Винлендидағы, өзі бірінші главный геройдың өзі сондай периодтан өтіп өзгере алғаннан кейін ғана біреуді өзгерткен кезінде түбіне тисе да, оны қабылдай алады сияқты да. Потому что главный геройдың өзі соған тап болып көрмеді да. Там, мстить или там убить, өзі соның дәмін сезбеді да как-то. Одиночество, анау, то есть потреблять ете алмады да. И алған адам оның бәрін көрді да. И сен как будто стенаға ұрылып айтқың келеді да. Но просто күшін тартып алғаннан кейін өзі түсінсін деген жағдайға апарады да адамдар. Барлық жерде солай көрсетеді да. Бірақ маған ұнамаған жері сол черепаханың пайда болған сәті бар ғой. Ал сол убийство жағынан ше, типа өлім неге өлтіру керек, өлтірмеу керек деген сияқты ше. Андай салыстырмалы түрде кейіпкердің тәжірибе өтуі бар да. Салыстыратын көбіне сол Сага Винленд бар да. Потом Берсерк бар. И не бар да. Вагабонд деген тағы бір не бар да, манга бар да. Это самурайлар туралы. И вот сол жақта үш кейіпкерлерде олар идеальный образ жоқ та, олар изначально ше. То есть они уже как-то сәл кірленіп қалған да. Потому что өмір сондай болды. Соғыс заманда болды да оларда. Ол бастан оқиға басталғаннан бастап кейіпкер уже біреуді өлтіріп тастаған. Өлтіріп тастамаған. Просто сондай өмір сүріп келе соғыс болғанша. Прям ол соғыстың несін көрді да, сутін көрді да. Көріп жүріп өмір сүріп жатқан адамдар да. И солар там бір жағына біреу мастерство алуға талпынады, бір жағына біреу мотивін іздеуге өмірдің тырысады. А біреу сол бар немен путьпен өте береді да. Бірақ каждый оқиғаларында андай күрес болады да. То есть сол мотивін жоғалтып алған кезде болады, әлде сол мотивді іздеу жолында да өзгерістер болады да. И содан соң күрес немен болмайды да, главный злодеймен да, ал өзімен күрес болады да, кәдімгідей ше. Өз нәпсімен күресе ма?
Иә, и сол кезде анандай да, оларда анандай жоқ, переубедить или біреуді құртып алмау деген сияқты ше. И наоборот та, оларда күрес, іштегі күрес шынайы болады да, әдейі көрсетілген ше. Егер аңды алып салыстырып қалса, ол әлі кірленбеген да, таза да, әлі негізінде. Оның ол өзі соғыстың дәмін басқалар сезгендей сезе алмады. Скажем, Сока, Катара, олар прям оның ата-аналарын өлтіргенін көре алды да, түсіне алды да. Ол бөлді сезіне алған адамдар да негізінде. Ал анау, ол көрді өзінің мұғалімдерін өлтіргенін ше. Бірақ ол алай қабылдамады да, типа реально соның өлімдігіне не бермеді, смысл бере алмады да, дұрыс. Скажем, андай бар да, маған қатты ұнайтын сөз, осы Атака Титанокта бар, Эрвиннің сөзі. Когда сен өзінің қайтыс болған воиндарыңа, сен тірі адамдар ғана смысл береді да оған ше, олардың жертвасына. То есть олар не үшін өлді? То есть на каком пути они умерли, да? Құны. Құнын берді да. А мына жақта оның целый родын қырып тастады да, и қаншама әр адамды қинап жойып тастады да. Бірақ солардың өлімдеріне ол смысл мағына бермеді да. То есть олар не үшін өлді? Кек алмады былайша айтқанда, кек деп айтасың десең, олардың свобода деген мағына бар ғой, типа мир, свобода бергізудің орнына, ол сутьті больше өзінде іздеді да, постоянно, типа мен пәк адам, мен пәкпін, то есть мен пәк қалуға тырысатын да, то есть өлтірмеу да. И сол пәктік слишком идеально көрсетілген сияқты да. Идеализирован. Давай сен айт, болсын мен айтайын. И андай бар, тағы да сол күшті алу да, типа анық үлкен жауапкершілікті алды деді да. Маған сол салыстырмада это Эрон есіме түседі, Атака Титанокта. Ол негізінде күшті тоже өзі де соңында признавать ете бастайды, типа күштіні жынды адам алды. Ну, то есть тупой, мен неге үшін бұл күшті алдым дейді да, өзі признавать ете бастайды да, іштей ше. Это сол тупойлығынан ол қанша 80% әлемнің адамдарын жойып тастады да. И махаббат үшін әрине күресті да ол басында. Бірақ опять-таки жауапкершілікті реально бір ала алатын адам бар да, ала алмайтын адам бар да, и оған мағына беретін адам бар да. Мына жерде маған не бар да, андай анық өзінің жауапкершілігіне не бере алмай қалды, андай мағына бере алмай қалды да, дұрыс. То есть аватардың жауапкершілігін и так аватардың адамдар айтып жатыр да, вот сенің ісің осы деп ше. Но и аватар да ол ана аватарлар түсінді да, что бұл соғыс неге алып келеді. Олар түсінді да оның суетін ше. Ол не үшін болып жатыр жалпы. Анық оның бәрін сезіне біле алмай қалды да. То есть бұл соғыс не үшін жүргізіліп жатыр, қандай сутпен жүргізіліп жатқан, ол пәк болғандықтан аса қатты смысл бере алмай қалды да. Салдарын түсіне алмады ма? Салдарын. Бірақ енді опять-таки сол черепаха келді да, рояль в кустах секілді болды ма? Решение проблем. Да, ол даже Корада да әрине, оны даже, айта алмайсың, но все равно бүйтіп көрсетілмейді да, ешқай жерде кім ол күш бар екен айтылмай қалды да, резко. Мен де келсем сонымен. Яғни сериал бойы ол черепаха туралы мүлдем әңгіме айтылмайды да. Әңгіме айтылмайды, бірақ ол көрсетіледі. Отсылка бар. Негізі болды. Мысалы, кітапхана болған кезде болды, и пилотный серияда бар. Менде мындай ойда, мысалы, сен жаңа есен болмайды. Мен не емес еді, ойыңды бөліп жібермейін деген ма. Мындай ойда, соңында өлтірмегені, ол біріншіден әр аватар өзі шешеді ғой. То есть ол аватар болғанымен, ол бірінші кезекте адам ғой, мысалы. Тұлға, То есть оның өзінің таңдауы бар да. Ладно, мысалы, Рокуға берсе, Року бәрін жағып жіберу мүмкін да, мысалы. Бірақ Анг ол өзінің жолымен шешті. И почему? Себебі ол не ғой? Монах қой. Имеется в виду, тауда өмір сүретін, сондай бейбіт. Тибетский монахтың образы ғой, негізі анау тақырбас, киімі ұқсайды соған. А олардың енді салты дәстүрі бойынша біз білуімізше олар андай умиротворенный дейді ғой, андай бір ешкімге зияны тимейтін, өзімен өзі өмір сүретін деген сияқты ше. Мысалы біз өткенде бәкемен Кореяға барған кезде фестивальға, сонда сондай монахтардың несіне бардық, храмына. Сол жерде жергілікті Корея халқының. Солардың тамақтарын жедік, халал екен. Себебі ет жоқ ішінде. Бірыңғай шөпті. Сонда олардың сенім нанымы бойынша, жалпы түсініктері бойынша, ет деген нәрсе ол жаңағы жануар ғой.
жануардың бойында ластықтар болады дейді. Адам ет жеген кезде сол ластықтар кір энергия оларға өтеді екен да. Ал біз ойлаймыз ғой енді жаңағы нені жануарларды сыйлағандықтан ол үшін емес екен. Керісінше жаңағыдай лас энергияны кір нені өзіне тартпас үшін біріншіден, екіншіден өсімдіктерге келгенде олар кәдімгідей не сұрайды екен, рұқсат сұрап жейді екен. Мысалы өсімдік жылмас бұрын өзі сол жерде түсіндіріп беріп жатыр да жаңағы монах. Айтады, біз дейді бір гүлді, бір ағашты шаппас бұрын жаңағыдай одан рұқсат сұраймыз, жаңағы басқанда ризалығын алып барып қана сенде жазық жоқ, менде азық жоқ деген сияқты қазақтағыдай жібере саламыз дейді да. Сол бар дейді. И менің бірінші түсінігім сол да, яғни ол тұлға анг біріншіден. И дұрыс айтасың, бала да ол. Яғни үлкен өмір көріп тастаған адам емес те, адамдардың парқына бара алатын, мынау өмір сүруге лайық, мынау өмір сүруге лайық емес деп шешім шығара алатын адам емес болып тұр да ол біріншіден. Екіншіден. Үшіншіден, Озайға келетін болсақ, біз жаңа айтып отырмыз ғой, ол кішкене избалованный, сондай надандық пен билік бір өзінде жаңағы жинаған адамды. И ол билік сүйгіш өзінің жаңағы деген адамдарға істетіп үйренген адам үшін әлжуаз, әлсіз, бейшара болып қалудан артық жаза жоқ сияқты да маған ше. Солай болып көрінді да. Ол одан да, то есть себебі оған өліп қалса, өліп қалса, өліп қалды, все кетті да. А мынау осыған дейінгі бүткіл жиған терген статус, абырой, жаңағы халықтың бәрі оған иіледі. А мына жерде алтта аватар оның күшін сорып ала салды да, мысалы. Енді ол ешкімге зиян тигізе алмайды да. И жаңа соңында бүйтіп қимылдай қозғала алмай қалады ғой. Вот содан артық жаза жоқ сияқты болып маған сезілді да. То есть ол өзінің істеген тірліктерінің барлығының жазасын енді көреді алда. Неге? Өйткені адамдар оған андай немен қарайды да. Жиіркенішпен біріншіден, екіншіден презрениемен да. То есть осыған дейін ол барлығына өзі солай қараса, енді оның көзі тірі, өзі тұр, и оған сондай отношение болады деп сол жерде әдемі андай бір немен бітірген сияқты да. Бір жағынан өлтірген жоқ, но екінші жағынан оған өте ауыр жаза берді да, нәпсісіне слишком ауыр тиетін ше. Оның экосына қатты тиетін жаза. Бірақ та былай бар да, біз қазір оны туынды деп қабылдаймыз ғой. Ал туынды, значит, ол біздің туындымыз жарық көріп, ол көрерменнің көзіне тиетін зат та. И ол аватар недағандай, из-за того, что осындай кейіпкер болғандықтан, опять-таки біз басқа көрерменге түсіндіруге тырысамыз өз мағынаны. И олай қарасаңыз, пәк затты, кәке бағана өзің айтқаныңыздай, монахтар бар ғой, олар өмірін арнайды да. Қарапайым адам өмірін арнай алмайды ондай өмірге ше. То есть сондай салт-дәстүрді ұстауға ше. А бұл туындыға сен пәк затты кіргіздірсең, соны сақтап қалғыздырғың келеді да. Бірақ адам ол деңгейге жетуге бейімделе алмайды, өйткені как өзіміз білеміз, негізінде екі дүниені алып жүруде дұрыс та. То есть это баланс та. Ары қарай беріліп кеткенде де ол баланс тираны кейбір кезде бұзылып кетеді. Өзіміз енді аватар көргенін көбісі жақтырмайды, айтқысы келмейді, бірақ ол жақта жалғасын көресің де. Бәрібір де зұлымдар болады, өлімдер болады, қырылыстар болады да. Жақында өзі де жалғасы болады ғой негізінде. И айтқым келетін ол как туынды ретінде, как өзіміз баста айтамыз, ол жерде оны айтын зат это кейіпкерлердің дамуы деп ше. И қалай сен уже идеальный затты всегда идеальный сақтап қалмау емес, а оның өсіп түсіп дамуы болу керек та. Изначально ол қандай болып қалды, ол көп зат түсінді, бірақ сол деңгейде қалды да. И андай болу керек еді да, іштегі өзгеріс дамуда кейіпкерге де берілу керек та. А ол значит и көрерменге де беріледі да. Менің ойымша аңта өзгеріс көп болмады. Оған больше бүйтіп, келе қалды. О да бір сол басындағы өзінің майндсеті соңында да қалды. Сол қалып қалды. То есть ол гуманностьті ұстанды до конца, но бірақ все-таки өзінің жолымен он решил проблему деген сияқты да. То есть қоршаған орта оған әсер ете алған жоқ деген сияқты да. Ол да олай да болады, бірақ шынымен де егер кейіпкерде бір үлкен өзгеріс болса, арка болса, ол негізі қызығырақ шынымен. Зуконың өзгерісі өте қызық. Анг өзгермеді, ол күшті, көңілді, мейірімді, пацифист. Бірақ Зуконыкінде әсер бермейді, шынымен эмоция бермейді.
Зукуда кәдімгі семьяның несі бар ғой, отбасының үлкен проблемасы бар да, яғни қайырымсыз мейірімсіз әке, оның жаңағы өзінің келіншегімен қарым қатынасы дұрыс емес. Неге? Өйткені екі түрлі көзқарас, и сол екеуінің конфликті қызы мен балаларына берілген да. Мысалы, бір қызы керісінше әкесіне енді жақын болады ғой, и оның көзқарасын қызы сіңіріп өседі да, ал ұлы анасына жақын болады, бірақ анасын қателеспесем фильмде өлтіріп тастайды да. Жоқ. Или ол жоғалып кете ма? Келісім шарт болады ол жерде. Да? Мен сол жерін түсінбедім. Жоқ болып кетеді. Сол жоғалып кетеді. Озайдың әкесі Азулон негізінде қателеспесем дядя Айрон ұлы кеткен кезде сол жақта негізінде тақ Айроға берілу керек еді ғой, бірақ Озай өзінің әйелімен келісім шартта отырады. Қалай? Негізінде ол жақта комикста жақсы айтылған. Кәдімгі зерттеп таңызды ғой. Ол жақта спойлер енді. Көбісі оқымады ғой. Жоқ, айтсаңшы, жаңалық болсын. Айта салайын ба? Жарайды. Басында комикс оқыған кезде, былай шындығына келген кезде, Зуканың әкесі Озай емес, басқа еркектен болып шығады. Серьезно? Ничего себе. Енді қызығы сода болып тұр ғой енді. Әкесі басқадан ба сонда? Зуканың шешесі басында бір басқа өзін ұнатып жүрген жігітімен атастырып қойған ғой. Бірақ анау күшпен алып қояды. Күштеп алып қояды. Сосын ары қарай енді барлығын айтпай қойып, ол да ұзақ әңгіме. Өздерің оқып аласыңдар. Өздерің оқып аласыңдар. Бірақ жаман спойлер негізінде қарамақ. Негізінде сол бірақ Озайға тұрмысқа шыққанымен де ана жігітке хатын жіберіп отырады. И келісім шартқа келеді. Сен менің әкемді өлтіресің, у беріп, у салып, бір нәрсе қылып. Уже там драма ғой, политический драма. Озай әйеліне айта ма? Айтады. Менің әкемді, Азулонды өлтіресің, у салып. Сөйтіп? Өткені Айрода негізінде өзі қалап отқан жоқ таққа отыруды. Өткені ол трагедия. Олы қайтты ғой. Азулон не болғанымен де Айро болу керек тақта дейді. Өзінің үлкен ұлын отырғысы келеді. Озайға ондай исход ұнаған жоқ. Сондықтан да әйеліне айтады. Сөйтіп әйелін қайда жібереді? Өлтіреді. Ол әйелі қарсы болады басында, бірақ ол айтады, Озай, мен білем сенің анау қай жерде өмір сүреді, мен дегенде өлтіре салам, маған бәрібір. И сенің ұлыңды да өлтіреді. Өйткені мен білем, ол менің балам емес екенін. Зукон айтады. Зукон. Сосын ол бетін күйдірген оның, е? Сосын әйел келіседі и қашады. Өлтіргеннен кейін. Свобода береді да әйелінен, бірақ баласына емес. Бала қалады дегенде. Бірақ соңында негізінде бәрібір Зука Озайдың баласы болып шығады. Не болғанымен де бір шешесі соңында түсіндіріп береді. Мен қайтып спойлер айтқым келіп тұрған жоқ. Қалай болған. Негізгі келісім шарт сондай болды. Озаймен, өзінің әйелімен сондай келісім. Қандай комикстен оқып жүрсің? Ондай комикс бар, мен білмеймін. Ол комикс бізде бар ғой сендерде. Мен көрдім ғой сендерде. Тек қана жалғасы жоқ та оның. Мықты, мен оны білмейді екенмін. Жақсы. Енді бұл комиксті толық біздің көрермендер де бізде оқып алармыз. Өте ақпараттан мол, қызыққа толы эпизод деп болды деп үміттенемін. Сіздерге рахмет. Осы подкастқа қатысқандарыңызға, ойларыңызбен бөліскендеріңізге. Қысқаша бірнеше сөзбен Аватар сериалын сипаттап қойсаңыздар, немесе жоқ, бір ең сүйікті кейіпкерлеріңізді бір-бірден атап шығайық. Осымен эпизодымызды аяқтасақ болады. Менікі енді әрине Сока. Сока туралы айтылған жоқ, бірақ не болғаны мен Сока. Бірақ түсіндіріп келсең. Неге Сока екенін. Сол негізінде үлкен драма ғой. Ол жақта қиын, ауыр тематикалық тақырып қозғалып жатыр.
бірақ Сока соның былай айтқанда жеңіл түрде бүкіл анандай депрессовый атмосфераға кіргізбейді да, өзінің комедийный жағынан болсын, өзінің қызықты жерлерін болсын. Took it like a man дейді ғой. Иә, сондай жауапкершілікті жақсы атқара алған. Иә, сондықтан да Сока мен үшін. Сізге ұнайтын. Менікі Айро шығар. Айро. Екі себебі екі жақтың да несін тірлігін көріп, балансын түсініп, соны үйреткен өзінің баласы ретінде, то есть білімін таратып бере алған адам болды. Мен үшін анау капуста сататын еркек десең, қызық. Тегі берілмейтін адам ғой. Бүткіл жерлерде әйтеуір өзінің арбасымен жүреді. Негізі мен ойлаймын да, былай осы жақында бір кітап оқып жүргем, «Путешествие писателя» деген. Сол кітаптың ішінде айтады да, басты кейіпкердің құнын оның қарсыласы шығарады дейді. Яғни қарсы кейіпкер. Қарсы кейіпкер бұл жерде мен үшін енді жаңа біз егер ішкі нәпсімен күрес, ішкі конфликтпен күрес деген алып тастайтын болсақ, ол екі көзқарас, ол жаңағы Аватармен кім ғой? Зуко ғой мәселен. Бірақ сол Зуконың несі ұнатты? Все-таки соңында өте дұрыс шешім қабылдай алғаны ұнады. Яғни ода былай қарап тұрсаң, екі жол бар да, екі таңдау бар. Біреуінде ол өзінің әкесі билік, жаңағы күш, қуат, байлық, қайрат бәрі тұрды қолында. Бірақ жан тыныш емес та. Ол сол жан тыныштығын қиналып болса да іздеп әйтеуір соңында табады. Маған ана Зуконың несі ұнайды маған. Ана естеріңізде ма, бір эпизод бар еді ғой. Ағасының берген мынандай несі бар ғой, бір пышағы. Сода бірдеңе жазылып тұратын еді, ұмытып қалдым не жазылып тұратын. Сол сериясында ол бір жас балаға береді ғой, соны қалдырып кетеді. Сонда жаңағы басында оның народ огняның адам екенін білмейді ғой олар. Сөйтті ол қорғағанға, жаңағы жақсы нәрсе істегенге барлығы оны жақсы қабылдап жүреді. Ал ана жаңағы разбойниктер емес, олар наоборот нелер, халықты қорғау керек адамдар ғой, жаңағы 3-4 бір жігіт маг земли. Олар кеп жаңағы қара халықтың өзінен тартып алып қойып жатады да, жаңағы нанын, суын. Сол кезде анау керісінше қорғауға тырысады ғой. Сондағы анау ирония дейді ғой. Өзі қорғап жатқан адамның өзі өзіне қарсы шығады ғой. Сен керек емессің, бізге кет, жаңағы. Сен бізді қорғамай-ақ қой деп ше. То есть ол ана өзінің әкесінің, атасының жағып кеткен қара күйесін өзімен бірге арқалап келеткен адамды. Хотя оның дүниетанымы, оның жаңағы адамдарға деген қарым-қатынасы ондай емес та. Бірақ сол заттың өзін ол жеңіп соңында өзгеретті. Мына атадан балаға беріліп келатқан жаңағы нені, зұлымдықты нүктесін сол қояды да, жаңағы Зуко. Сол себепті сол кейіпкер ұнайды. Мен өзімдікін қысқаша айтайын. Адамның жануарлардан және періштелерден үш айырмашылығы бар. Ол білім алу қабілеті, үйрену қабілеті, таңдау қабілеті және мораль. Осы үш нәрсені жақсы көрсете алған кейіпкер мен ойымша тоже Зуко. Сол үшін мен де ойымша маған ең қатты ұнаған Зуко тоже. Осымен біздің подкаст тәмам. Сіздерге рахмет. Подкастқа қатысқандарыңызға. Егер сіздерге подкаст ұнаса, пайдалы зат алсаңыздар, осы видеомен бөлісіңіздер, коммент жазыңыздар астыңызға және лайк қойыңыздар. Рахмет. Өздеріңізге ұнайтын кейіпкерді тоже белгілеп кетіңіздер комментарийға. Міндетті түрде. Сол, рахмет. Көп-көп.